балалар. Олай болса, сонымен көшпелілер қандай халық екен? Кәдімгідей кім айтқысы келеді? Айбек айта қойшы. Көшпелілер өркениетті мал шаруашылығымен айналысатын, көшіп-қонып тіршілік ететін адамдардың қоғамдастығы. Жақсы. Оларға географикалық шығуына ауа райы әсер еткен. Әдетте бұл далалы жартылай шөл және құрақ далаларға Қазақстанда кездеседі. Жақсы, жарайсың. Тағы да кім айтады екен? Айта ғой. Біз білетін халықтардың барлығынан да сізге халқы дарыған. Өздері разылық етпесе, оларды қашып алмайды. Өйткені скифтердің қаласы қамалы жоқ. Баспанасын өздерімен ала жүреді. Жақсы, жарайсың. Тағы да кім айтқысы келеді? Айта ғой. Алайда көшпелілерде теріс түсініктер да бұрын да қазір де кездесіп отырды. Мысалы, көне Қытайда көшпелілерді өркениеттің қас жауы, мәдениеттің қас жауы деп қалыптастырды. Ал көне Европада да мәдениеттің қас жауы, өркениеттің қас жауы деп ояқта да қалыптастырды. Жақсы, жарайсың Жамасыл. Ала ғой. Жақсы, жарайды балалар. Олай болса, келесі тапсырмамыз біздің ассоциация әдісі бойынша, яғни көшпелілер қандай халық дегенге жауап берейік. Мен тақтаға да сызып қойдым. Көшпелілер қандай халық дегенге түйіндеп нақтылап айтайық. Келе ғой аяғы. Тез жылдам жазайық. Тағы кім жазса келе ғой. Қандай халық? Көшпелілер жауынгер. Жақсы, жауынгер халық. Көшпелілер қандай халық? Көшпелілер рухы биік халық. Өте жақсы. Аржағын жазады. Аржағын. Қазір жазып болсын. Жылдам жазайық аяғы. Жақсы. Ала ғой. Келесі, келе ғой баласы. Ала ғой. Аяғы. Қандай халық? Көшпелілер әділ халық. Әділ халық. Жақсы. Сабина келе ғой. Көшпелілер қандай халық? Көшпелілер өркениетті халық. Өркениетті халық. Жақсы. Келе ғой азамат. Көшпелілер қандай халық? Көшпелілер батыр халық. Батыр халық деп жарайсың. Тағы да кім шығады? Келе ғой. Айбек. Көшпелілер қандай халық? Көшпелілер ержүрек халық. Ержүрек халық. Тағы біреу қалды ма? Тағы кім келеді? Келе ғой. Көшпелілер қандай халық? Ұйымшыл халық. Ұйымшыл халық. Жарайсыңдар балалар. Жалпы біз көшпелілердің қандай халық екенін жақсы түсінген болдық, иә? Жарайсың. Ұйымшыл халық. Олай болса, жақсы, келесі сендерге балалар, бұл жауабы болса, яғни оның сұрағы қандай болады деген, мінекей жаңағы көшпелілер қандай халық деген жауаптарын көрсек, яғни барлығы сендер айтқандай өте дұрыс екен, иә? Тексеріп өтсек. Енді бұл жауабы болса, сұрақ қандай болады деген, сендерге мінекей мұнда жауабын шығарып қойдым. Енді осыған қарап, дәптерлеріңе тез-тез осы 4 жауапқа сұрақ жазыңдаршы. Жылдамдықта дәптеріңізге. Бүгінгі күн жаздық. Тақтада тұр, иә? Бірінші тапсырма деңдер. Яғни жауаптарды түсініп оқисыңдар. Мәтін мазмұнына байланысты сұрақ құрастырасыңдар және сұрақтарды жүйелі түрде дұрыстап құрастырайық. Яғни мына 4 жауапқа 4 сұрақ құрастырамыз. Тездетеміз. Болса, оқимыз ба? Кім оқи ғой? Шуламайыз. Көшпелілер қандай халық? Бірінші сұрақ, иә? Көшпелілер қандай халық дейді. Болады ғой, иә? Иә. Жақсы, жарайсың. Екінші таңертесі оқи ғой. Көшпелі өмір салты олар неге үйретті? Неге үйретті? Болады ғой? Иә. Келесі, үшінші оқи ғой. Біздің заманымызға дейін біз ғасырда өмір сүрген көшпелі сақтамалары мадақтап жазған кім? Жазған кім дейді. Дұрыс, аяқ оқи ғой. Кімдер туралы теріс түсінік болған? Яғни кімдер туралы болыпты? Көшпелілер туралы. Жақсы, жарайсыңдар. 4 сұрақты жақсылап құрастырып. Енді сәйкестендіру мінекей қазір өздеріңіз тексерсеңдер, жаңа сендер сұраған сұрақтар өте дұрыс. Енді
сөздер антоним, мында берген сөздердің антоним табасыздар, одан кейін синоним табамыз. Тез тапсырмамызға екінші тапсырма дейміз. Яғни берілген сөздерді сәйкестендіресіңдер, одан кейін синоним, антоним сөздерін табамыз, иә? Бірінші әділетсіз деген сөздің дәптерге кестеге орындаймыз. Болдық па? Аяру айталым. Антоним әділетсіз, сөздер әділ, синоним ержүрек. Жақсы, жарайсың. Өте жақсы. Екіншісі, кім айтқысы келеді? Жанасыл айта ғой. Алуыздық, ұйымшыл, ауызбірлік. Яғни синонимі ауызбірлік. Жарайсың, өте жақсы. Кім айтқысы келеді екен? Балауыз айтсын. Антоним қорқақ, сөздер батыр, синоним ержүрек. Яғни қорқақ пен батыр антоним болады, иә? Одан кейін синонимі ержүрек. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Жақсы. Олай болса, бәріміз дәптерге жаздық қой, иә? Жаздық па? Жарайсыңдар. Олай болса, келесі бізде тапсырма диалог берілген екен. Мінекей өз-өздерін тексеріп, дәптерлеріне қараңдар дағы, тексеріп шыққандай болады. Дұрыс па екен? Дұрыс, жақсы. Олай болса, келесі бізде кестесі бойынша, яғни мәтін мазмұны бағана біз танысқан мәтін мазмұны бойынша, яғни ежелгі көшпелі тақырыбына диалог қараңдар дейді. Мәтін мазмұны қолданады, диалог құрайды, диалогта жүйелі түрде сөйлейді. Енді дәл қазір біраз уақытты үнемдейік, иә? Бірінші есімізге түсірейік та, балауса мен Аярудан сұрағым келіп тұр. Екеуің сұрақ қойыңдар. Сәлем, сен көшпелілер туралы ең бірінші кім жазғанын білесің бе? Жоқ, даңқы шыққан атақты саяхатшы Геродот көшпелілерді Скиф тайпалары мен тұрмыстан мадақтап жазған кітабын оқыған болар ма еді? Жоқ, дұрыс айтпадың. Мен үй жұмысын оқып отырып, көшпелілер тақырыбына қызығып, қосымша мәлімет іздей бастадым. Жалпы көшпелілер деген кім екен? Көшпелілер, көшпелі қоғам, көшпелі өркениет дегеніміз негізгі кәсібі мал шаруашылығы болып, көшіп-қонып тіршілік ететін адамдардың қауымдастығы және өркениеті. Көшпелілер халықтың оның ішіне қандай мен түрлерінің тарихына ерекше мән беріп, оларды түбегейлі зерттеп ықпал еткен тарихшы дүние қойды. Жақсы, жарайсыңдар. Өте жақсы, тамаша. Ала қойыңдар. Олай болса, балалар, енді келесі бізде сиқырлы қобдиша әдісі бойынша осы көшпелілер туралы сіздерге сұрақтар беріледі. Осы сұрақтарға сендер жауап берулерің керек. Ал мында алдымызға сиқырлы қобдишаны қояйық. Кім келгісі келеді? Бірінші сұраққа. Келе ғой. Оталсын шығар. Көшпелі өркениеті дегеннен, көшпелі өркениеті деген мал шаруашылығымен айналысатын, көшіп-қонып тіршілік ететін адамдардың қалыптастығы. Жарайсың. Жақсы, өте жақсы. Келесі, кім келеді? Келе ғой. Дауысын шығарып оқи ғой. Көшпеліліктің шығуына не әсер етеді? Көшпеліліктің шығуына географиялық орта мен ауа райы әсер етеді. Жарайсың, өте жақсы. Келесі кім шыққысы келеді? Аяру келе ғой. Көшпелі елді қалай бағады? Көшпелі елді рухы биік, жаны таза, бейбітшілік сүйгіш, әзіл, батыр, этностық халық деп бағалайды. Өте жақсы, жарайсың, өте жақсы. Тағы да кім шыққысы келеді? Келе ғой жаңа. Сақтар қандай халық болғандықтан айналасындағы көршілер олардан қатты қауіптеніп отырды. Себебі сақтар соғыс өнеріне жетік, ержүрек, батыр халық болғандықтан айналасындағы көршілері олардан қорықты. Жақсы, жарайсың.